Баршаңызға сәлем. Бүгін тауық етінен котлет және пюре жасайтын боламыз. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз тауықтың етін, төс етін алып, оның тек қана бізге еттері қажет, сүйектері қажет емес, сүйегінен ажыратып аламыз. Барлығын өзімізге ыңғайлы етіп турап, мясорубкадан немесе блендермен өткізетін боламыз. Мен блендермен өткіздім. Және бір пиязды да блендермен өткізіп жібереміз. Майда болуы керек. Барлығын өткізіп болғаннан кейін бір қасық тұзымызды, қара бұрышымызды, жарты пиалай су, бір жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырамыз. Су қоссаңыздар, котлеттеріңіз сочный болады. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін, котлеттерімізді видеода көріп тұрғандарыңыздай сухариге аунатып, осылай дайындап аламыз. Барлығын дайындап болғаннан кейін бір-екі рет үстінен басып, жұқа етіп алыңыздар. Қалың болып кетсе, ол тағы да көтеріледі. Енді қызып тұрған майымызға барлығын салып, екі беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Қызарғаннан кейін ала береміз. Бұл тауық еті болғаннан кейін тез пісіп қалады. Котлеттеріміз дайын болды. Енді пюре жасайтын боламыз. Жанына немесе күрішпен, макаронмен ұсынсаңыздар болады. Картошканы қайнатып алдым. Май, сүт құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Немесе майонезбен араластырсаңыздар да болады. Езіп болғаннан кейін миксердің көмегімен бір-екі рет араластырсаңыздар, пюрелеріңіз воздушный болып тұрады. Осылай дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.